Сәлем барлығыңызға. Фильмдерге шолу жасауға қайта оралдық. Бұл видеода мен 2012 жылы шыққан «Адамзат бәйгесі» The Human Race атты ғылыми фантастикалық триллерге шолу жасаймын. Оқиға желісіне көшпес бұрын барлығыңызға бақытты және жақсы өлім тілеймін. Көп созбай, бірден оқиға желісіне көшейік. Фильм тек біреуі ғана жеңіске жетеді, және мектеп, үй және түрме, жалғыз қауіпсіз жерлер деген ережелерді түсіндіретін дауыспен басталады. Ойыншылар көрсеткіштермен жүріп, жолдан шықпауы тиіс, әйтпесе өледі. Егер олардан 2 рет озып кетсе, айналым жасаса, олар тағы да өледі. Сахна кенеттен өздерін бейтаныс жерде көрген үлкен топқа ауысады. Дауыс оларға шөпке басса, өлетіндерін ескертіп, жүгіруді бұйырады. Содан кейін көрініс ауруханаға ауысады. Онда біз қатерлі ісікке шалдыққан сіңлісіне қарап жүрген Вероника есімді жас әйелді көреміз. Өкінішке орай, кішкентай қыз көп ұзамай қайтыс болып, Верониканың қабырғасын қайыстырып, күйзеліске түсіреді. Жағдайды одан сайын қиындатып, Вероника анасы мен сіңлісінің өмірін қиған дәл сондай қатерлі ісікке шалдыққанын біледі. Бірақ Вероника берілуден бас тартып, дәрі-дәрмегін жүйелі түрде қабылдап, жаттығу жасай бастайды және тым болмаса біраз ұзағырақ өмір сүру үшін өмір салтын өзгертеді. Апталар өткен соң, Вероника тексерілуге ауруханаға келеді. Онда дәрігер оның дерті толық айығып, қатерлі ісіктің кеткенін айтып, жақсы жаңалық жеткізеді. Бұл Верониканы қатты қуантады, бірақ үйіне бара жатқанда ол кенеттен айналадағының бәрін ақ түске бөлеген соқыр жарыққа тап болады. Сахна адамзат бәйгесіне қайта оралады. Онда біз Верониканың да қатысушылардың бірі екенін және оның да басқалар сияқты аң-таң болып тұрғанын көреміз. Дауыс оларды жарысуға немесе өлуге үндейді. Сол кезде Вероника абайсызда жолдан шығып, шөпті басып кетеді. Оның денесі шөпке тиген бойда басы кенеттен жарылып кетеді. Бұл жердегілердің бәрін үрейлендіріп, қашуға мәжбүр етеді. Содан кейін көрініс Ауғанстандағы естелікке ауысады. Онда біз Джастин есімді американдық сарбаздың өзінің жолдасы Эддиді сүйреп бара жатқанын көреміз. Біз Эддидің бір аяғынан айырылғанын көреміз. Джастин оны үлкен қиындықпен сүйреп, кейінірек үңгірге жетеді. Ауа райы өте суық болғандықтан сарбаздар жылыну үшін бір-бірін құшақтайды. Сол кезде олар ақыры танысады. Эдди Джастиннің мейірімділігіне таң қалады. Өйткені көптеген ер адамдар бейтаныс адамға көмектесудің орнына оны өлімге тастап кетер еді. Бірнеше жыл алға жылжысақ, екі адамның елге оралғаннан кейін де әлі күнге дейін байланыста екенін және өте жақын көрінетінін көреміз. Қазір ерекше балаларға арналған мектепте жұмыс істейтін Джастин Эддиді балалармен кездесу үшін мекемеге шақырады. Эдди келгенде мүмкіндігі шектеулі балаларға кез келген нәрсеге қол жеткізе алатынын айтып, өз оқиғасын бөлісіп, мотивация береді. Кейін екі дос мектептен шығып кетеді, және жолда бағдаршамға тоқтағанда, жаттығу жасап жүрген екі саңырау досты ер адам мен әйелді көреді. Осы кезде күйзеліске түскен бір әйел саңырау әйелге агрессивті түрде соқтығысады, сондықтан оның ер досы әйелді ишарат тілінде балағаттай бастайды. Эдди мен Джастин жайбарақат сөйлесіп тұрғанда кенеттен ақ жарық пайда болып, бәрін ақ түске айналдырады. Сахна қайтадан бәйгеге ауысады. Онда біз Эдди мен Джастинді, саңырау жұпты, тіпті бағанағы күйзеліске түскен әйелді көреміз. Ол жерге барлығы 80 адамның кенеттен тасымалданғаны белгілі болады. Олар Верониканың басының жарылғанын көріп шошып қаша бастайды. Тек дұрыс жүре алмайтын қарт адам ғана қалады. Саңырау жұп қайда екендерін түсінбей тұрғанда кенеттен дауыс ести бастайды. Бұл оларға ғажайып болып көрінеді. Сонымен қатар, біз Эдди мен Джастиннің де үрейленіп жүгіріп бара жатқанын көреміз. Олар бұл жерге қалай тап болғандарын талқылайды. Ал дауыс әр өлімнен кейін қалған адамдардың санын айтып тұрады. Жұп көп ұзамай қашуға тырысқан адамды байқайды. Ол жолдан шығып кеткенде, оның да басы жарылып кетеді. Енді тірі қалғандардың саны 72 болады. Көп ұзамай олардың бәрі түрмеге жетеді. Онда барлығы көрсеткіштердің жолымен жүгіреді. Сол кезде бір азиат қыз баспалдақтан құлап, тобығын шығарып алады. Оның кішкентай інісі адамдардан көмек сұрайды, бірақ Джастиннен басқа ешкім мән бермейді. Ол мен Эдди қызды бөлмеге апарады. Онда азиат бауырлар үрейге түседі, олардың ағылшынша сөйлей алмайтыны белгілі болады. Бала ата-анасын сұрайды, ал қыз ауруханаға баруы керек екенін түсіндіреді. Алайда Эдди балаларды өздерімен бірге ала алмайтындарын айтып кетуді ұсынады. Сондықтан Джастин олардан осында қалуды сұрайды, ал өзі досымен көмек іздеуге кетеді.
Екі дос жүгіре бастайды, және олардың балаларды тастап кетуді жоспарлағаны белгілі болады, бірақ Джастин көп ұзамай оларға бұлай істей алмайтынын түсінеді. Ол оларға көмектескісі келеді, бірақ Эдди егер олардан 2 рет озып кетсе, олардың, соның ішінде балалардың да өлетінін ескертеді. Сондықтан Джастин амалсыз алға жылжуға келіседі. Көп ұзамай жұп діни қызметкерді, попты, кездестіреді. Ол бұл Құдайдың дауысы екеніне және олардың күнәдан тазару орнында чистилище, тұзаққа түскеніне сенеді. Ол егер дұрыс жолмен жүре берсе, ақыры жәннатқа жетеміз деп ойлайды, бірақ Эдди мен Джастин бұл сандырақ деп есептейді. Олар жүгіруді жалғастырып, көп ұзамай шіркеуге жетеді. Онда діни қызметкер кресті байқап, оған жақындауға тырысады. Бірақ ол байқаусызда жолдан шығып кетеді, басы кенеттен жарылып, бақылап тұрғандардың бәрін шошытады. Кейінірек Эдди мен Джастин бәйгенің басталған жеріне қайтып оралады. Онда олар әлі де жерде дәрменсіз жатқан баяғы қартты көреді. Егер біреу одан қазір озып кетсе, ол өледі, өйткені ол мүлдем қозғалған жоқ. Осы сәтте саңырау достар да келіп көмектесуді ұсынады. Бұл процестің бәрін біреудің мұқият бақылап отырғаны белгілі болады. Келесі кезекте топ қартты бір үйге апарады. Онда олар ешкімнің алға жылжуына жол бермеуге тырысады. Өйткені егер адамдардың бірі қарттан озып кетсе, бұл екінші рет озу болғандықтан ол өледі. Кейбіреулер мұны түсінеді немесе тым шаршағандықтан қалуға келіседі, ал басқалары бастарының жарылуынан қорқып, алға ұмтылады. Дауыс жарыс немесе өлдеуін жалғастырады, бірақ Джастин барлығын бірге жұмыс істесе, жүйені жеңе алатындарына сендіруге тырысады. Содан кейін Джастин саңырау адамдармен сөйлесіп, бұл жерге қалай тап болғандары туралы қандай да бір ойлары бар жоғын сұрайды. Олар жоқ деп жауап береді. Олардың білетіні, өздерімен бірге бір көшеде болған адамдардың бәрі, соның ішінде күйзеліске түскен әйел, үйсіз әйел, діни қызметкер, жүре алмайтын қарт, тіпті жүкті әйел де осында тасымалданған. Кейінірек бір мұсылман адам намаз оқи бастайды. Бұл күйзеліске түскен әйелдің ашуын тудырады. Ол осындай адамдар бәріне себепші болуы мүмкін деп санайды. Эдди оны сабырға шақыруға тырысады, бірақ бұл тез арада қызу айтысқа ұласып, әйел ашуланып басқа бөлмеге шығып кетеді. Осыдан кейін сары жейделі деп аталатын адам Эддиге жақындап, достық танытпақ болады. Ол өзінің бүкіл әлемді шарлайтын кәсіби велосипедші екенін және бұл адамдармен бірге неге мұнда тап болғанын білмейтінін айтады. Содан кейін, күтпеген жағдайда сары жейделі кенеттен Эддиді итеріп жіберіп, еш ойланбастан жарысты жалғастырады. Бұл қарттың өліміне әкеліп, тірі қалғандардың санын 58-ге түсіреді. Джастин сары жейделінің азиат балалардан озып кетуіне жол бермеу үшін бірден оның соңынан түседі. Сонымен қатар, азиат балаларда ешкімнің көмекке келмейтінін түсініп, қыздың әрең жүргеніне қарамастан алға жылжуға шешім қабылдайды. Бірақ көп ұзамай олар Джастиннің сары жейделіні қуып бара жатқанын көріп, ол бізді қорғауға келді деп сеніп, аз да болса жеңілдеп қалады. Өкінішке орай, Джастин сары жейделіні уақытында тоқтата алмайды. Кейінірек күйзелген Джастин Эддиге болған жағдайды түсіндіреді, және балаларды тастап кеткеніне өкінеді. Басқа жерде сары жейделі жүгіруін жалғастыруда, сол кезде тағы да адамдар екінші рет озып кеткендіктен өледі. Кейінірек сары жейделі жүкті әйелді кездестіріп, онымен сөйлесе бастайды. Әйел оған баласына таңдаған есімдерін айтады, тіпті сары жейделіге ішін ұстауға рұқсат береді. Ер адамда жанашырлық оянғандай көрінеді, бірақ бұл ұзаққа созылмайды. Ол өз өмірін оның өмірінен жоғары қоя алмайтынын айтып, одан екінші рет озып бара жатқан үшін кешірім сұрайды. Бейшара әйел бұлай істемеуін өтінеді, бірақ сары жейделі алға жүгіріп, әйелдің де, баласының да басының жарылуына себепші болады. Басқа жерде 3 адам жүгіруден шаршап, топ құруға және бір қатысушыны көрсеткішпен, жебемен, аяусыз шаншып өлтіруге шешім қабылдайды. Содан кейін олар есік алдында адамдарды күтіп тұрады да, біреу келгенде оны әдейі жолдан шығарып, шөпке итереді. Бұл олардың кездейсоқ өліміне әкеледі. Осылайша хаос белең алып, олардың жоспары нәтижесінде көптеген адамдар қаза табады. Кейінірек Джастин мен Эдди бір үйге келеді. Онда Эдди дәретке шығуға кетеді, ал Джастин өлтірілген адамның денесін көріп шошиды. Джастин біреудің барын сезеді. Сол кезде өлтірушілердің бірі оның мойнына кенеттен жебе соғады. Енді тірі қалғандардың саны 27 ғана. Эдди досының өлі денесін көргенде қатты күйзеледі. Кек алу сезімі оянған ол көп ұзамай адамдарды өлтіріп жүрген 3 адамды кездестіреді.
Екі адам оған шабуыл жасайды, бірақ ардагер Эдди оларды балдағымен ұрып жығып, екеуін де қиындықсыз өлтіреді. Кейінірек Эдди Джастинді өлтірген үшінші жігіттің басқа қатысушыны өлтіруге тырысып жатқанын көреді. Ол тікенек сымды алып, досының өлімі үшін ашуын баса алмай, екі адамды бірден өлтіреді. Басқа жақта біз саңырау жұпты көреміз. Олар күйзеліске түскен әйелді кездестіреді, және көп ұзамай сары жейделінің жақындап келе жатқанын байқайды. Оның озып кетуінен қорқып, олардың бәрі оны өткізбеу үшін жебе ұстап алады. Саңырау қыз байқаусызда алға жылжығанда, күйзеліске түскен әйел кездейсоқ өліп кетеді. Саңырау әйел одан бір рет озып кеткені белгілі болады. Ал сары жейделіге саңырау ер адам шабуыл жасайды. Сонымен қатар, саңырау әйелді өлтірдім деп ойлап, жылап, айқайлай бастайды. Сондықтан досы оны жұбатуға тырысады. Жараланған сары жейделі бір бөлмеге барып тығылады. Сол кезде дауыс небәрі 17 адам қалғанын хабарлайды. Кейінірек саңырау әйел бұдан былай өлімді көре алмайтынын айтып, үрейленеді. Ол ұйымдастырушылармен ишара тілінде сөйлесіп, өлмес бұрын музыка тыңдауға рұқсат беруін сұрайды. Бірақ саңырау жігіт оны жұбатып, бұдан өте алатындарын айтқанда, ол жігерленіп, жүгіруді жалғастыруға шешім қабылдайды. Кейінірек біз олардың екеуінің жайбарақат әңгімелесіп жүгіріп жүргенін көреміз. Көп ұзамай шіркеуге жетеді. Онда дауыс небәрі 6 адам қалғанын хабарлайды. Осы кезде саңырау жігіт кенеттен досын сүюге тырысады, бірақ ұялғаннан тез қашып кетеді. Сондықтан әйел жақындап, оны ағасындай көретінін түсіндіреді. Ол көңілі қалса да тағы да оны сүюге тырысады. Содан кейін ол онымен жақындаспақ болады, бірақ әйел өзін жайсыз сезініп, қашып кетеді, жігіт соңынан ереді. Көп ұзамай олар бір үйге жетеді, онда біреудің барын сезіп, қару ретінде құралдарды ұстап алады. Бірақ ешкімді таппайды. Сонда ашуланған саңырау жігіт өз досын ұрып, есінен тандырады. Содан кейін ол оның киімін шешіп, ұстай бастайды, бірақ қыз көп ұзамай оянып, оны итеріп жібереді. Ол оған қарғай бастайды, жігіт кешірім сұрап, жылап сыртқа жүгіріп шығады. Сол сәтте саңырау әйел ашумен оны шөптің ортасына итеріп жібереді. Соның салдарынан жігіттің басы жарылып кетеді. Келесі кезекте саңырау әйел егіліп жылап, еденде жатады. Сол кезде сары жейделі оның жанынан өтіп бара жатып, оны өлі деп ойлайды. Ол абайлап алға жылжи бастайды, бірақ саңырау әйел кенеттен оған артынан шабуыл жасап, ол өлгенше құралмен аяусыз ұра береді. Енді дауыс тек 3 қатысушы қалғанын айтады. Олар саңырау әйел, Эдди және осы уақытқа дейін бәрінен тығылып, аман қалған үйсіз әйел. Содан кейін ол саңырау әйелді байқап, оған қарай ұмтылады. Бұл екеуінің арасындағы шиеленісті қуғынға ұласады. Үйсіз әйел қуып жетіп, саңырау әйелді жерге жығып, оған шыны сынықтармен шабуыл жасамақ болады. Бірақ ол мұны істегенше Эдди келіп, үйсіз әйелдің мойнын үзіп жібереді. Саңырау әйел қашуға тырысады, сондықтан ол оған зиян тигізу үшін келмегенін түсіндіреді. Содан кейін Эдди жақын маңдағы бағанда ілулі тұрған беймәлім жаратылыстардың ер денелерін көрсетеді, және оның не екенін білетінін сұрайды. Мұнда әйел олар періштелер болуы керек деп болжайды, және олар азапталып жатқан сияқты екенін айтты. Екеуі де не болып жатқанын түсінбейді. Сәтсіздікті пайдаланып, саңырау әйел Эддиді шөпке лақтыруға тырысады, бірақ Эддидің балдағы болғандықтан аяғы шөпке тимей, аман қалады. Үрейленген әйел қашуға тырысады, бірақ ол балдағымен оны ұрып жығады. Осыдан кейін ол оны өлгенше тұншықтырады. Осылайша бұл ойынның жалғыз жеңімпазы болады. Осыдан кейін жұмбақ дауыс тағы да сөйлеп, Эддиді жеңімпаз болуымен құттықтайды. Қалжыраған Эдди олардың кім екенін сұрайды. Ал дауыс өздерінің бөлек екенін, және оның адам аренасында екенін айтады. Біраз уақыттан кейін Эдди оянғанда, дауыс оны тағы да жеңімпаз болуымен құттықтап, оның адамзаттың өкілі болатынын айтады. Дауыс бұған дейін ешбір адамның аман қалмағанын, бірақ Эддидің айқассыз өлмейтінін көрсеткенін айтады. Ол Эддиге басқа әлемдерден басқа жеңімпаздар келгенше күте тұруын, оған дейін демалуға болатынын айтады. Сондай-ақ дауыс оған сәттілік тілеп, Эддидің жеңіске жету мүмкіндігі төмен екенін мәлімдейді. Күтпеген бұрылыста, жат планеталық түрлердің бүкіл галактикадан адамдарды ұрлап, оларды әр әлемнен бір ғана аман қалған адамды қалдырып, планетаралық шайқасқа қатыстыру үшін осы қауіпті бәйгеге мәжбүрлегені белгілі болады. Алайда ашуланған Эдди шөпке басып, өз өмірін қимақ болады, бірақ ештеңе болмайды.
Содан кейін ол айналасындағы тауларға шығады да, өзінің жерде емес, басқа планетада екенін көріп, көзі ұясынан шыға жаздайды. Кейінірек Эдди жат планеталықтардың денелері ілулі тұрған мұнараларға жақындайды. Сол кезде ақ жарық пайда болып, ол кенеттен басқа жерге тасымалданады. Енді дауыс егер ол тамырларға басса немесе аспандағы қоршауға тисе, өлетінін, ал тірі қалғысы келсе, жалғыз амалы жеңіске жету екенін түсіндіреді. Бірнеше сәттен кейін ғарыш кемесі келеді. Одан үлкен қанатты жат планеталық жаратылыс шығады. Ол Эддидің қарсыласы болып шығады. Басқа амалы қалмаған Эдди мойнын қытырлатып, айқасқа дайындалады. Осымен фильм аяқталады.